Бірінші бөлім Kazakhstan in the world of sport. Қазақстан спорт әлемінде. Бірінші тапсырма. Look at the pictures, which is a team sport, which is an individual sport. Is there a sport you can play really well? Which of these sports are popular in your country? Суреттерге қараңыз және қайсы бір спорт командалық спорт түрі және қайсы бір спорт жеке спорт түрі болып есептеледі. Яғни 4-ші бетте берілген суретте футбол ойнап тұр және де теннис ойнап тұр. Футбол бұл командамен ойналады, яғни ол team sport. Теннис жеке адам ойнайды бір қарсыласпен. Бұл an individual sport. Келесі сұрағымыз, is there a sport you can play really well? Сіз жақсы ойнай алатын спорт түрі қандай деп сұрап тұр екен. Мысал ретінде берілген сөйлемге қарайық. I can play tennis very well. Мен теннисті жақсы ойнай аламын. Яғни теннис сөзінің орнын ауыстырып, басқа спорт түрін қойып жасаңыздар болады. Және соңғы сұрағымыз, which of these sports are popular in your country? Мына берілген спорт түрлерінің қайсы бірі сіздердің елдеріңізде өте танымал? Қандай спорт түрлері берілген екен, көріп шығайық. Біріншісі бәнди, доппен хоккей, футбол. Бұл барлығымызға белгілі футбол, айс хоккей, мұз хоккей және cross-country skiing, шаңғы жарысы. Бұл жерде екі хоккей түрі берілген, бенди және айс хоккей. Екеуінің айырмашылығы біріншісінде доппен ойналады, екіншісінде шайбамен ойналады. Енді біздің елімізде ең танымал спорт түрі бұл футбол болса керек. Football is a very popular sport in our country. Бұл жай ғана мысал. Егер сіздердің ойларыңыз басқаша болса, футбол сөзін ауыстырып, басқа спорт түрін қойсаңыздар әрине болады. Екінші тапсырма. Read and circle the odd one out. Оқыңыз және артық сөзді белгілеңіз. Яғни бұл жерде 4 спорт түрі және әрбір спорт түрінің жанында 3 сөзден берілген. Яғни 3 сөздің біреуі бұл спорт түріне қатысты емес сөз. Соны табуымыз керек. Біріншісі футбол, яғни boots. Бұл бутсылар, яғни футболшыларға ең керекті зат болса керек. Helmet, дулға, немесе орысшасына шлем деп аталады. Оларға дулғалар керек емес. Shin pads, бұл төменгі аяққа арнайы киілетін жастықшалар. Бұл да футболда керек. Яғни бұл жерде дулға керек емес деген. Өзі берілген мысал ретінде. Екіншісі ice hockey, мұз хоккейі. Бұл жерде stick, таяқша. Оларға хоккейстерге арнайы таяқша керек, немесе орысшасында клюшка деп аталады. Пак, шайба және бол. Доп, біз айтып өттік алдында, мұз хоккейінде олар тек қана шайбамен ойнайды деп. Және бұл жерде артық сөзіміз бол екен. Үшінші теннис, яғни келесі берілген сөздер gloves, бұл қолғаптар, racket, ракетка, ball, доп. Бұл жерде артық сөз gloves, оларға қолғаптар керек емес. Төртіншісі skiing, шаңғы тебу. Skis, бұл шаңғы, bat, бұл бита және poles, шаңғы таяқшалары. Бұл жерде керек емесі бита екен, өйткені бита крикет немесе бейсбол спортында қажетті.
Төменге сөздерді жазып қалдырамын. Өздеріңіз дәптерлеріңізге жазып жаттап алсаңыздар болады. Үшінші тапсырма. Listen, point and repeat. Бұл жерде балалар ойындары берілген екен. Children's games. Соларды қарап шығайық. Play hopscotch. Play hopscotch. Play hide and seek. Play leapfrog. Have a sack race. Play tag. Play blind man's buff. Төртінші тапсырма. Read, find some more sports facts. Present them to the class. Оқыңыз, бұдан бөлек спорт туралы ақпараттарды табыңыз және сыныбыңызға айтыңыз. Берілген ақпараттарды оқып шығайық. Did you know it's bad luck to wear yellow clothes when you play tennis? Теннис ойнаған кезде сары киім кию сәтсіздікке алып келеді. 1951 was the year when the Medeo Sports Center near Almaty opened. It's the highest ice skating rink in the world. 1951 жылы Алматы жақынында орналасқан Медеу спорт орталығы ашылды. Бұл әлемдегі ең биік сырғанау мұз айдыны болып есептеледі. Бесінші тапсырма. Talk with your friends. Досыңызбен бірге талқылаңыз. I sometimes play hopscotch with my friends. Мен кей кездері менің достарыммен секіріп ойнаймын, яғни орысшасына играть в классики. Me too. I don't play. I play tag with my friends. Мен ойнамаймын. Мен достарыммен қуып жету ойынын ойнаймын. Бұл жерде берілген ойын түрін ауыстырып, өзіңіз ойнайтын ойын түрімен айтсаңыз болады. Workbookта берілген тапсырмаларды орындап шығайық. Complete with play or have, then match with the pictures. Біріншісі play leapfrog. Екінші have a sack race. Play hopscotch. Play tag. Play hide and seek. Play blind man's buff. Енді осы сөздерді суреттермен сәйкестіреміз. A. Play hopscotch. Үшіншісі. B. Play leapfrog. Біріншісі. C. Play hide and seek. Бесіншісі. D. Have a sack race. Екіншісі. E. Төртіншісі. Play tag. F. Play blind man's buff. Екіншісі. Read and complete. Оқыңыз және толтырыңыз. Біріншісі. What do you usually do on Sundays? I usually play hide and seek with my friends. Екіншісі. My favorite game is blind man's buff. Mine too. Üçüncüsü. I sometimes play hopscotch with my friends. Me too. Dördüncüsü. What are you doing? We are playing tag.